Сәлеметсіңдер, мен 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біз алгебра пәніне 2-ші 90-дық ТЖБ тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Бұл менде 1-ші нұсқасы, каналымда жалпы 2-ші нұсқасы және де геометриядан 90-дық жиынтық бағалау есептері болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Бірінші есептен бастаймыз. 2 ұпайлық есеп. Осы өрнекті теңдеуді, яғни ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 түріне келтіру керек, және бірінші, екінші және бос мүшені көрсету керек. Бірінші есепті жазып аламыз. 2 ұпайлық есеп x қосылған 3-тің квадраты қосылған 7x тең 4x x азайтылған 9. Осыны біз ax квадрат қосылған bx қосылған c, яғни квадраттық теңдеудің түріне келтіріп алуымыз керек, стандарт түріне келтіріп алуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз осы өрнектегі жақшаларды ашып, өрнектердің барлығын теңдіктің сол жағына жинаймыз. Енді мынау бізде қысқаша көбейту формуласы. Формуланы жазып қойын. А қосылған b-ның квадраты, естеріңізге түсіріп отырыңыздар. А-ның квадраты қосылған 2 көбейтілген а көбейтілген b қосылған b-ның квадраты. Осы принциппен ашамыз. Яғни x-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген x көбейтілген 3, ол бізде 6x, 3-тің квадраты ол бізде 9. 9 қосылған 7x. Енді мына жақта да өрнекті ашамыз. 4x-қа x-ті көбейтсек 4x-тің квадраты болады. 4x-қа минус 9-ды көбейтсек минус 36x болады. Енді осы тұрған өрнектің бәрін теңдіктің сол жағына жібереміз. X квадрат қосылған 6x қосылған 9 қосылған 7x, 4x квадрат теңдіктің сол жағына минус 4x квадрат болып барады, минус 36x плюс 36x болып барады, тең 0. Енді мұны ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Бізде x квадрат пен 4x квадрат ұқсас, 6x, 7x және 36x осылардың бәрін біріктіреміз. 9 жалғыз сөзде, бос мүше жалғыз сөз, яғни x квадраттан 4x квадрат азайтсақ, минус 3x-тің квадраты болады. 6x-қа 7x-ті қоссақ, 13x, 13x-қа 36x-ті қоссақ, 49x, 49x плюс 9. тең 0. Енді бізде оқушылар қарап тұрсаңыздар, квадраттық теңдеудің стандарт түріне келді. Осы жерден біз квадраттық теңдеудің мүшелерін анықтай аламыз. Яғни x квадраттың алдында тұрған сан ол бізде а болады. Сонда а бізде минус 3-ке тең. X-тің алдында тұрған коэффициент ол бізде b болады. b бізде плюс 49-ға тең. С бізде бос мүше, сонда С бізде 9-ға тең. Немесе оқушылар бізде егер x квадраттың алдында тұрған сан теріс таңбалы болатын болса, біз осы өрнектің барлық мүшесін минус 1-ге көбейтіп жібере аламыз. Сонда минус 3x квадрат көбейтілген минус 1 ол плюс 3x квадрат болады. Плюс 49x көбейтілген минус 1 минус 49x болады. 9-ды минус 1-ге көбейтсе минус 9 болады, тең 0. Енді осылай жазып алдық. Бұл жақта да енді мүшелерді табатын болсақ, а бізде x квадраттың алдында тұрған сан 3 болды, b бізде минус 49 болды, с бізде минус 9 болды. Бірінші есепке дәл осылай жауап береміз. Келесі, төмендегі теңдеулердің қайсысы келтірілген квадраттық теңдеулер дейді. Бізде мына жақта 5 нұсқа берілген, осының ішінде келтірілген квадраттық теңдеуді табуымыз керек. Жалпы келтірілген квадраттық теңдеу дегеніміз, бізде мына квадраттық теңдеудің жалпы түрі стандарт түрі ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 болса, бізде мына жақта тұрған x квадраттың алдында тұрған сан, яғни а бізде 1-ге тең болу керек. 1-ге тең болса, сонда бізде келтірген квадраттық теңдеу x квадрат қосылған bx қосылған c тең 0. Яғни x квадраттың алдында бізде минуста, плюста ешқандай сан болмау керек, просто x квадраттың өзі болу керек. Осының ішінен таңдаймыз. Мына жақта x квадраттың алдында тұрған минус 1 тұр, мына жақта x квадраттың алдында 2 тұр, мына жақта x квадраттың 2-ден 1 тұр, яғни көбейтіліп тұр. Келесі г-сында x квадраттың алдында ешқандай сан тұрған жоқ, яғни осы жауапты белгілейміз. д-сында да x квадраттың алдында бізде 3 деген сан тұр екен. 2-ның б-сыншысы
1 ұпайлық берілген түбірлер бойынша келтірілген квадраттық теңдеуді құрастырыңыз дейді. x1 бізде 3-ге тең, x2 бізде -1-ге тең. Келтірген квадраттық теңдеуді жазып алайық. Жаңағы x квадрат қосылған bx қосылған c тең 0. Жалпы бізде b мен c-ның орнына q және p-ны қойсақ болады. Яғни x квадрат плюс px плюс q дейтін болсақ тең 0. Яғни бізде p мен q деген ол бізде теңдеудің осы түбірлерінің p дегеніміз қосындысы, q дегеніміз көбейтіндісі. Яғни x1 мен x2-ның қосындысы бізде минус p-ға тең болу керек. Яғни бізде таңбасын теңдеуге ауыстырып апарамыз. x1 мен x2-ның көбейтіндісі бізде q-ға тең болу керек. Енді осы жерден x1 мен x2-ні жазатын болсақ, x1 бізде 3 қосылған минус 1 бізде 3-тен минус 1 азайтсақ 2, яғни p бізде минус 2-ге тең болу керек. 3-ке минус 1-ді көбейтсек минус 3, яғни q бізде минус 3-ке тең болу керек. Енді осы сандарды қолданып, мынау теңдеуді жазамыз. Сонда x квадрат азайтылған 2x азайтылған 3 тең 0. Яғни мына жақта p бізде минус таңбасымен барады, q-дің таңбасы бізде теңдеуге барған кезде ауыспайды. Енді ответ таңдайық. Мынау келмейді, b келмейді, v-сыншысы келіп тұр. x квадрат азайтылған 2x азайтылған 3 тең 0. Яғни v жауабын белгілейміз. Үшінші есеп, 3 ұпайлық есеп. 3x квадрат азайтылған 6x қосылған c тең 0 квадрат теңдеуі берілген. c параметрінің қандай мәнінде теңдеудің өзара тең екі түбірі бар. Теңдеудің осы түбірлерін табыңыз дейді. Берілген жазып алайық. 3x-тің квадраты азайтылған 6x қосылған c тең 0. Яғни бізде теңдеудің түбірлері x1 мен x2 бір-біріне тең болу керек. Оқушылар, енді есімізге түсіреміз, қандай жағдайда теңдеудің түбірлері бір-біріне тең болады. Есімізге түсіреміз, дискриминант бізде 0-ге тең болғанда, бізде теңдеудің екі түбірі бір-біріне тең болады екен. Яғни есімізге түсірейік, дискриминант 0 болғанда теңдеудің екі түбірі бір-біріне тең болады. Дискриминант бізде егер 0-ден үлкен болатын болса, теңдеудің x1 және x2 деген екі түбірі болады. Екі түбір меқті. Екі түбір, мына жақта бір түбір, екеу бір-біріне тең. Ал дискриминант бізде 0-ден кіші болатын болса, яғни теріс таңбалы сан болатын болса, онда теңдеудің түбірі жоқ деген сөз болатын еді. Формула бойынша дискриминанттың формуласын еске түсіреміз. Дискриминант бізде b квадрат азайтылған 4ac еді. Формуласын бұлай. Сонда бізде дискриминант 0-ге тең болатын болса, осы теңдеуді шығара салсақ болады. Яғни b дегеніміз минус 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген a-ның орнына 3-ті қоямыз, көбейтілген c-ның орнына c-ның өзін қоямыз. Тең болу керек 0-ге. 6-ның квадраты бізде 36, 36 азайтылған 4-ке 3-ті көбейтсек 12, көбейтілген c тең 0. Енді теңдеу ретінде шығара саламыз, яғни минус 12c-ның теңдіктің екінші жағына плюс 12c қылып шығарсақ, яғни 12c тең болады 36-ға, c бұл жақта 36-дан 12-ні бөлсек 3-ке тең екен. Енді квадраттық теңдеуімізді жаза салсақ, сонда 3x-тің квадраты азайтылған 6x қосылған 3 тең 0. Енді бұл бізде a жауабы болды. c бізде 3-ке тең. Енді b жауабын табу үшін, b жауабы бізде теңдеудің осы түбірлерін табыңыз дейді. Яғни b жауабын табу үшін, мынау тұрған квадраттық теңдеу арқылы біз теңдеудің түбірлерін табамыз. Есімізге түсіреміз, ең алдымен біз дискриминантты тауып алушы едік. Ол бізде b квадрат азайтылған 4ac-ға тең. Яғни b квадрат бізде минус 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген 3 квадраты 36, 4 көбейтілген 3 12, 12-ге 3-ті көбейтсек 36. Яғни дискриминант бізде көрдіңіздер ме 0-ге тең болып тұр.
дискриминант 0-ге тең болып тұр, яғни x1 мен x2-ні табатын болсақ, формуласын еске түсіреміз. Минус b плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2 көбейтілген a еді. b бізде минус 6, яғни теңдіктің осы теңдеуге плюс 6 болып барады. Плюс 6 плюс минус, яғни 0-ді жазбасақ та болады, 0-ді жазбаймыз. Бөлінген 2 көбейтілген 3. Так, сонда бізде 2-3-ті көбейтсек 6, 6-дан 6-ны бөлсек 1. Сонда x1 мен x2 бізде бір-біріне тең, ол бізде 1-ге тең екен. Үшінші сұраққа осылай жауап береміз. Келесі 4-ші есеп 2 ұпайлық x квадрат азайтылған 16x қосылған 63 теңдеуінің түбірлерін таппай төмендегілерді табыңыз дейді. А-сыншысы x1 қосылған x2-ні, x1 көбейтілген x2-ні және де b-сыншысы 1 бөлінген x1 қосылған 1 бөлінген x2-ні табу керек. Есептің берілген жазып алайық. x2 азайтылған 16x плюс 63-тен 0. Ең алдымен А-сыншысын табу керек. x1 мен x2-нің қосындысын және x1 мен x2-нің көбейтіндісін. Есімізге түсіреміз, бұл бізде Виет теоремасы. Виет теоремасы не дейді? Теңдеудің екі түбірлерінің бір-бірінің қосындысы бізде минус p-ға тең. Теңдеудің түбірлерінің көбейтінділері бізде q-ға тең. P деп тұрғанымыз бізде бұл b коэффициентін a коэффициентіне бөлгенге, q дегеніміз c коэффициентін a коэффициентіне бөлгенге. Жалпы квадраттық теңдеудің формуласын жазайық. ax-ның квадраты қосылған bx қосылған c тең 0. Енді бізде a коэффициенті 1-ге тең болып тұрғандықтан, яғни p бізде минус b-ға тең болады, q бізде c-ға тең болады. Енді осы жерден жазайық. x1 мен x2-нің қосындысы, x1 мен x2-нің қосындысы минус b-ға тең. P деп тұрғанымыз бізде b дедік. Сонда минус 16 теңдік формулаға бізде плюс 16 болып барды. Себебі мына жақта минусы бар. Минус 16 плюс 16 болып барады. 16-ға тең, ал x1 мен x2-нің көбейтіндісі c-ға тең, яғни бізде 63-ке тең. 63-ке тең. Енді есімізге түсірейік, қандай екі санын осы жерден өзіміз теңдеудің, осы квадраттық теңдеудің түбірлерін анықтасақ болады. Қандай сандардың көбейтіндісі бізде 63-ке тең, ал қосындысы 16-ға тең. Ол бізде 7 мен 9, 7 мен 9-ның көбейтіндісі 63, 7 мен 9-ның қосындысы 16. Осы жерден осылай тапсақ болады. Енді бізде А жауабында Бізде А сұрағында x1 мен x2-нің қосындысын, x1 мен x2-нің көбейтіндісін тап деп тұр. Б сұрағында 1 бөлінген x1 қосылған 1 бөлінген x2-нің мәнін тап деп тұрды. Осын жазып аламыз. Б сыншысын жазып алайын. 1 бөлінген x1 қосылған 1 бөлінген x2. Бұл жақта ол біз тек қана 5-ші класста алған білімімізді, яғни бөлшектермен жұмыс тақырыбын еске түсіріп, есебімізді шығарамыз. Бұл жақта біз не істеуші едік? Ең бірінші осы екі бөлшекті бір-біріне қосу үшін біз міндетті түрде ортақ бөлім береміз. Яғни бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісі болады. x1 көбейтілген x2, яғни мына бөлшекке біз x2-ні көбейтуіміз керек, мына бөлшекке біз x1-ді көбейтуіміз керек. Сонда ортақ бөлімін жазып қойдым. Сонда x2, бірге x2-ні көбейтсек x2 болады, бірге x1-ді көбейтсек x1 болады. Енді қараймыз, x2 мен x1-дің қосындысын біз осы жақтан тауып алдық, плюс 16 дедік. Ал x1 мен x2-ні көбейтіндісін мына біз 63 деп жаздық. Яғни бізде есебіміздің жауабы осы түрге келеді. Келесі 5-ші есеп, 3 ұпайлық есеп. x2 азайтылған 6x қосылған 8x квадрат 3 мүшелігі үшін ең бірінші толық квадратты айыру керек, екінші квадраттық 3 мүшені көбейткіштерге жіктеу керек. Яғни толық квадратты айырамыз дейді. Толық квадрат, яғни біз бұны қысқаша көбейту формуласы түріне келтіріп жазуымыз керек. Қысқаша көбейту формуласының түріне есімізге түсіреміз. А қосылған b-ның квадраты, яғни жақшаны ашқан кезде бізде а квадрат қосылған 2 көбейтілген а көбейтілген b қосылған b квадрат болу керек еді. Мынақта b. Енді біз осы түрге келтіруіміз керек. Ол үшін не істейміз? Бізде а квадраттың орнына x квадрат тұр. 2 көбейтілген а көбейтілген b бізде минус 6x тұр. Яғни бізде минус 6-ны 2-ге бөлсек, минус 3 көбейтілген x болады. Сонда қараймыз.
так, x квадрат азайтылған минус 2 көбейтілген 3 көбейтілген x. Енді ана b квадратты біз мына 8-ді b квадрат ретінде жазуымыз керек. Бізде бірақта қарап тұрмыз, мына 2 дегеніміз формуладағы 2, x дегеніміз мынау x. Енді бізде сонда 3. Келесі сан бізде 3-тің квадраты болып тұр. 3-тің квадраты бізде 9, бірақ бізде мына жақта 8 болып тұрғандықтан одан бірді азайтуымыз керек. Қараймыз. Сонда бізде x квадратымыз мына a квадрат болып тұр. 2ab дегеніміз, яғни минус 6x-ті 2-ні бөлсек, бізде 2 көбейтілген 3 болады, көбейтілген x. Сонда бізде 3 дегеніміз екінші мүшесі болады. Сонда 3-тің квадраты ол бізде 9. Бізде бірақта 8 шығару үшін 9-дан 1-ді азайтуымыз керек. Енді міне осы тұрған, ең бірінші тұрған өрнекті біз осы толық квадрат ретінде жазсақ болады. Сонда бізде бұл жерде x азайтылған, яғни менде мына жақта a қосылған b десек, бізде a азайтылған b болса, мына жақта да формула бойынша минус болады. Так, сонда 3 болады. X азайтылған 3-тің квадраты минус 1. Енді бұны жақшаны ашатын болсақ, бізде дәл осы өрнегіміз шығады. Қайтан жасап көрейік. X-тің квадраты бізде x-тің квадраты болады. Келесі 2 көбейтілген x, 2x көбейтілген минус 3 бізде минус 6x болады. Минус 3-тің квадраты бізде 9, 9 азайтылған 1. 9-дан 1-ді азайтсақ, осы өрнегіміз өзі шығып тұр. Келесі бесіншісі квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Көбейткіштерге жіктеңіз дегенде біз мына формуланы есімізге түсіруіміз керек, яғни a x азайтылған x1 көбейтілген x азайтылған x-тің 2. Яғни x1 мен x2 дегеніміз бізде осы теңдеудің, квадраттық теңдеудің түбірлері, мына жақта x дегеніміз тұрақты айнымалы, a дегеніміз x-тің квадратының алдында тұрған сан. Бізде x-тің квадратының алдында 1 болғандықтан бұны жазбасақ та болады. Енді сонда бізде осы өрнекті квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеу үшін біз ең алдымен дискриминант арқылы квадраттық теңдеудің түбірлерін табуымыз керек. Есімізге түсіреміз. Дискриминанттың формуласы b квадрат азайтылған 4 көбейтілген a көбейтілген c еді. b деп тұрғанымыз минус 6, яғни минус 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 8. Минус 6-ның квадраты бізде 36, 36 азайтылған 4-ке 8-ді көбейтсек 32, яғни бізде бұл жақта 4 болады. Енді x1 мен x2-ні анықтаймыз. x1 мен x2-ні анықтау үшін минус b плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2 көбейтілген a формуласын қолданамыз. Так, енді минус b деп тұрғанымыз бізде минус 6, яғни мына жақта бізде минус болса, мына жақта минус болса, ол плюс 6 болып барады. Плюс 6 плюс минус 4 түбір астынан шығарсақ 2 болады, бөлінген 2-ге көбейтілген 1. Сонда бізде 2 жауабы. 6-ға 2-ні қосамыз, бізде 8 болады. 8-ден 2-ні бөлсек 4 болады. Келесі 6-дан 2-ні азайтамыз 4. 4-ден 2-ні бөлсек бізде 2. Яғни бір жауабымыз x-іміз 4, екінші x-іміз 2 болады. Так, енді теңдеудің 2 түбірін тауып алдық. Енді осы формулаға салып, x квадрат азайтылған 6x көбейткіштерге жіктейміз, яғни x квадрат азайтылған 6x плюс 8 тең болады. A деп тұрғанымыз 1, оны жазбаймыз. X деп тұрғанымыз тұрақты айнымалы азайту. Оқушылар қараймыз, егер бізде түбіріміз 10 таңбалы болса, мынаның алды минус болады. Егер түбіріміз теріс таңбалы болса, плюс болады. X азайтылған 4 көбейтілген x азайтылған 2. Енді осылай қалдырамыз. Бірақта мен сіздерге тағы да түсіндіріп өткім келеді. Мына осы жақшаны, екі жақшаны бір-біріне көбейтсек, осы шығатын. Қазір мен жазамын, бірақта оны сіздер тәжірибеге жазбай қойсаңыздар да болады. Тең дейміз. X-қа x-ті көбейтеміз, x-тің квадраты, x-қа минус 2-ні көбейтеміз, минус 2x, минус 4-ке x-ті көбейтеміз, минус 4x, минус 4-ке минус 2-ні көбейтеміз, плюс 8. Так, тең. Сонда x квадрат қалады. Минус 2x минус 4x ол бізде минус 6x-ті береді. И плюс 8. Көрдіңіздер ме? Бізде мынау тұрған бірінші о бастағы квадраттық теңдеуіміз шығып тұр.
мынаны жазбасаңыздар да болады. Осы түрде қалдырамыз. Келесі 6-шы есеп 4 ұпайлық берілген теңдеу бойынша осындай теңдеу берілген. Біз ең алдымен теңдеудің мүмкін мәндер облысын анықтау керек. Сосын рационал теңдеуді квадраттық теңдеу түріне келтіру керек. Сосын рационал теңдеуді шешу керек. Бізде дәл осындай көшіріп жазамыз. Бірінші А сұрағында бізде теңдеудің мүмкін мәндер облысын анықтау керек, яғни мәндер облысын анықтау керек. Мәндер облысы дегеніміз не? Мәндер облысы дегеніміз бізде осы теңдеуге x-ның орнына біз қандай сандарды қоя аламыз. Егер бізде осындай бөлшек сандар берілген болатын болса, бөлшек өрнектер берілген болса, біз ең алдымен осы бөлшектің бөлімімен жұмыс жасаймыз. Яғни x азайтылған 3-ті біз 0-ге теңестіреміз. Тең 0. Және x қосылған 3-ті де біз 0-ге теңестіреміз. Тең 0. Сонда x азайтылған 3 тең 0 болса, x бізде плюс 3-ке тең. X қосылған 3 тең 0 болса, x бізде минус 3-ке тең. Бұлай жазған себебім, яғни біз осы теңдеуге плюс 3 пен минус 3-тен басқа сандардың барлығын қоя аламыз. Неге? Себебі, егер біз 3-ті мына жаққа қоятын болсақ, 3-тен 3-ті азайтсақ 0, ал бізде сан 0-ге бөлінбейді. Минус 3-ті мына жаққа қоятын болсақ, минус 3 плюс 3 бізде ол 0, ал 0 сан 0-ге бөлінбейді. Мына жақта да дәл осындай, x квадрат азайтылған 9. 3-ті қойсақ та 3-тің квадраты 9 болады, 9-дан 9 азайтсақ 0, Минус 3-ті қойсақ та минус 3-тің квадраты плюс 9 болады, 9-дан 9 азайтсақ 0, яғни бізде 0 деген сан бөлімінде шықпау керек. Сонда бізде мәндер облысын былай жауап береміз. Мәндер облысы минус шексіздіктен минус 3-ке дейін бірігу плюс 3-тен плюс шексіздікке дейін. Яғни бізде мына жақта жай жақша болады. Жай жақша дегеніміз, яғни осы сандар кірмейді деген сөз. Келесі бесіншісі. Рационал теңдеуді квадраттық теңдеуге келтіріңіздер дейді. Ол үшін біз енді бөлшектермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін есебімді қайттан көшіріп жазамын. Біз бұл жақта ортақ бөлімге беріп, яғни мына жақтағы бөлімінен құтылуымыз керек. Ол үшін ортақ бөлімі бізде x квадрат азайтылған 9. Ал x квадрат азайтылған 9 бізде x азайтылған 3-тің және x қосылған 3-тің көбейтіндісінен тұрады. Жаңағы 7-ші класс алгебраны еске түсіреміз, яғни а квадрат азайтылған b квадрат, ол бізде a минус b көбейтілген a плюс b еді. Так, енді сонда бізде бірінші бөлшекке x плюс 3 жетпейді. Екінші бөлшекке x азайтылған 3 жетпейді. Мынаған бізде 1-ді көбейтсек болады. Сонда x көбейтілген x плюс 3 азайтылған, бәрін уже бір бөлшекке жаза берсек болады. 2 x азайтылған 3 бөлімі x минус 3 көбейтілген x плюс 3. Так, тең 8 x квадрат азайтылған 9. Енді оқушылар, бізде бөлшектің екі жағында да x квадрат азайтылған 9 болғандықтан, біз бұл бөлшектің бөлімін жазбасақ та болады. Тек қана біз не істейміз? Мына жақты жақшаны ашамыз. Яғни x көбейтілген x ол бізде x-тің квадраты болады. X көбейтілген 3, 3x. Азайтылған минус 2 көбейтілген x, минус 2x, минус 2 көбейтілген минус 3. Мына жақта минус 2 көбейтілген минус 3 плюс 6 болады. Плюс 6, 6 азайтылған 8 бізде плюс минус 2 болады. Минус 2 жағы тең 0. Яғни міне бізде квадраттық теңдеу шықты. X квадрат қосылған x азайтылған 2 тең 0. Так, Б жауабына жауап бердік. Енді В сұрағында бізде дәл осы квадраттық теңдеуді шешу керек. Дискриминантты еске түсіреміз. Б квадрат азайтылған 4 көбейтілген а көбейтілген с. Бұл жақта b бізде 1-ге тең, яғни 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 2. Тең 1-дің квадраты 1, 4-ке 1-ді көбейтсек 4, минус 2-ні көбейтсек плюс 8. 1-ге 8-ді қоссақ 9. 9 бізде 3-тің квадраты. Енді формуланы саламыз. x1 мен x2 ол бізде минус b плюс минус түбірасты дискриминант бөлінген 2 көбейтілген а. Так,
керек емес. Тең минус b, яғни b бізде 1 болғандықтан формулаға бізде минус 1 болып барады. Плюс минус 9 бізде түбір астынан 3 болып шығады. Бөлінген 2 көбейтілген 1. Бұда бізде 2 жауап болады. Минус 1 азайтылған 3 ол бізде минус 4. Минус 4 бөлінген 2 минус 2. Минус 1 қосылған 3 плюс 2 плюс 2 бөлінген 2 плюс 1. Так. Теңдеуді шештік. Сонда жауабы x1-іміз минус 2, x2-іміз плюс 1. Соңғы есеп теңдеуді шешіңіз. X квадрат азайтылған 7 модуль ішінде x қосылған 12 тең 0. Біз енді бұл жерде модуль ішіндегі x-ті, яғни модульді алып тастап, 7-нің алдын минус x қылып, және 7-нің алдын плюс x қылып, 2 квадраттық теңдеу түрінде шығарсақ болады, шығарып көрейік. X-тің квадраты азайтылған 7 көбейтілген x плюс 12 тең 0. Бұл бізде бірінші квадраттық теңдеу. Екінші квадраттық теңдеу x квадрат плюс 7x плюс 12 тең 0. Так. Мына жақта дискриминант бізде минус 7-нің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 12. Тең 7-нің квадраты 49. 49-дан 4-ке 12-ні көбейтсе 48, яғни бізде дискриминант 1-ге тең. x1 мен x2-ні анықтаймыз. Яғни формула бойынша минус 7 бізге плюс 7 болып барады. Плюс минус 1 бөлінген 2. Сонда 7-ге 1-ді қоссақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4. 7-ден 1-ді азайтсақ 3, 7-ден 1-ді азайтсақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Так, бірінші теңдеудің түбірлерін таптық. Енді екінші теңдеуді дәл осылай шығарамыз. Дискриминанттен 7-нің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 12. 7-нің квадраты бізде 49, дәл жаңағы бірінші не сияқты болады, азайтылған 48, сонда бізде 1-ге тең. Бұл жақта да x1 мен x2-ні табатын болсақ, бізде бұл жақта енді минус 7 болады. Минус 7 плюс минус 1 бөлінген 2. Сонда минус 7 плюс 1 ол бізде минус 6, минус 6 бөлінген 2, минус 3. Минус 7, минус 1, минус 8, минус 8 бөлінген 2, минус 4. Сонда бізде оқушылар көрдіңіздер ма? Плюс 4 пен минус 4 болды есептің жауап, плюс 3 пен минус 3 болды. Дәл осылай жауап береміз. Жауабы, яғни 1 квадраттық теңдеудің егер модуль болатын болса, біз міндетті түрде модульдің алдында минус таңбамен шығарамыз, және модульдің алдында плюс таңбамен 2 теңдеу ретінде шығарамыз. Сонда біз енді жауаптарын жазайық. Жауабы бізде x1-іміз минус 4, минус 3, плюс 3 және плюс 4. Дәл осылай соңғы 7-ші есепке жауап береміз. Ал оқушылар, менде осымен сабағым аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл менде бірінші нұсқасы болған. Екінші нұсқа каналымда бар. Міндетті түрде тіркеліп, алда тағы да 3-ші, 4-ші, 90-ның осындай БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын шығаратын боламын.